ОБТ-да биология және химия таңдайтын барлық оқушыларға сәлем. Пробио мектебінің YouTube каналына қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге көп оқушылардың сұранысына ие болған ОБТ-да жиі көп оқушылар қателесетін күшті тақырып алып келдім. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы обыр жасушалар жайлы толық түсінік. Барлығымыз өмірімізде бір рет болсын осы сөздерді естіп көргенбіз. Рак, обыр, я болмаса қатерлі ісік. Бұл ауру қазір 21 ғасырдың негізгі ауруына айналды. Өйткені өте көп адамдар рактың әртүрлі түрлерімен ауырады, немесе оны обыр, немесе қатерлі ісік деп айтуға болады. Бүгінгі осы видеода бұл не себептен пайда болады, ол қалай дамиды, және де қандай терминдер кездеседі, соның барлығын бірге зерттейміз. Обыр жасушасының өзінің ережесі бар. Обыр жасушасы дегеніміз ағзадағы қалыпты бақылауға бағынбай, тоқтаусыз көбейетін, қоршаған ұлпаларды зақымдайтын, басқа мүшелерге таралуы, яғни метастаз мүмкін өзгерген жасуша дейді. Қараңдар балапандар, біздің 12 мүшеміз бар, енді қазақша бізде 12 мүше деп айтады, енді былайша айтқанда одан да көп, және де әрбір мүшенің өзінің жұмыс жасайтын клеткаларының белгілі бір саны болады. Және де ол клеткалар белгілі бір генетикалық ақпарат бойынша жұмыс жасау керек. Бірақ та обыр немесе рак біздің организмімізде пайда болған кезде, оның генетикалық информациясы обычный жасушалардан өзгеше болады. Және де мына бір жақта жазылып тұр. Ағзадағы қалыпты бақылауға бағынбай дейді. Яғни қарапайым өзінің жұмысын жасаудың орнына, оған мүлде сәйкес келмейтін жұмысты да жасайды, оған сәйкес келмейтін қоректі де тұтынады, және де сәйкес келмейтін көлемде бөлініп, яғни біздің денемізге сыймай кетеді. Міне осыны бізде нағыз обыр жасушалар деп атайды. Мысал ретінде біз просто қарапайым мына бір мидың суретіне қарайтын болсақ, мына бір мида бірнеше обырдың пайда болғанын көріп тұрмыз. Давайте кішкене өзімізді врач ретінде сезініп көрейік. Бұл жасушаларды тіпті сырт көзбен қарайтын болсақ та, обычный мидың жасушаларынан өзгеше болып келеді. Яғни бүкіл ережелерді бұзатын, бүкіл ережелерге бағынбайтын, шексіз бөлінетін жасушалар бізде обыр жасушалар болады. Осы обыр жасушалардың пайда болу процесі бізде канцерогенез деп аталады. Егер де сендер генез деген сөзді кез келген терминнен көретін болсыңдар, бұл белгілі бір пайда болатын процесс деген мағынаны білдіреді. Енді қараңдар, қатерлі ісіктің, онкологияны, обырдың пайда болу процесі. Яғни біз канцероген жасушалар деп атайтын болсақ, бұл бізде обыр жасушалары, канцерогенез деп атайтын болсақ, бұл осы обыр жасушалардың пайда болуы. Яғни балапандар, бізде қазақша биологияда бір сөздің бірнеше балама атауы бар, обыр, қатерлі ісік, рак дейтін болса, барлығы бір мағынаны білдіреді. Енді осы обырдың пайда болуы канцерогенез болса, обырды туғызатын заттар бізде канцерогендер деп аталады. Яғни сендер бәлкім бір телевизордан, рекламадан, мына продукттың құрамында канцерогендер бар, оны тұтынуға болмайды деген затты естіген боларсыңдар. Жалпы біз биологияда осылардың бірнеше типін айырамыз канцерогендердің. Ол бірінші кезекте вирустар, онкогендер, гормондар, физикалық химиялық мутагендер болып табылады бізде балапандар. Физикалық химиялық мутагендер. Яғни қараңыздар балапандар, негізінен қатерлі ісіктің пайда болуының екі түрі болады. Ол вирустардың әсерінен пайда болған қатерлі ісік болуы мүмкін, я болмаса сомалық мутациядан көп жағдайда пайда болуы мүмкін. Сомалық мутация дегеніміз дене жасушаларының өздігінен өзгеруі. Ол неден өзгеруі мүмкін? Ішінде генетикалық мутация болатын болса. Міне балапандар, мияқтағы онкогендер деп айтып жатыр ғой. Онкогендер онкологияны туғызатын бұзылған гендер деген мағынаны білдіреді. Я болмаса мына бір жақтағы физикалық химиялық мутагендер дегеніміз сыртқы әсерлерден, яғни химиялық белгілі бір улы заттардың әсерінен, физикалық радиацияның әсерінен біздің гендеріміздің бұзылуы болады. Ал біз қазір сіздермен осы вирустардың әсерінен біздің жасушамыз қалай өзгеретінін толыққанды айтатын боламыз. Ең алдымен қатерлі ісік, обыр, я болмаса онкологиялық жасушалардың ерекшеліктерін тағы да бір рет есімізге түсірейік. Қатерлі ісік жасушалар бізде шексіз бөлінуге қабілетті. Яғни біздің дене жасушамыз белгілі бір жасқа дейін бөлінуін тоқтататын болса, яғни регенерациясын жасатпайтын болса, обыр жасушаларында ондай нәрсе жоқ. Олар шексіз бөліне береді. Яғни олар шексіз қоректік заттарды қолдана береді деген сөз. Және де біздің денемізге олар сыймай да кетуі мүмкін. Және де осы обыр жасушалар бізде жайылып метастаз береді. Жайылып метастаз береді дегеніміз не? Давайте біз мына бір суретке қараймыз. Дәл осы суретте бізде метастаз болып жатыр. Мына бір жақта қарапайым біздің клетканың деңгейі тұр. Мына бір жақта жасушаралық заттар тұрғаны мен көріп тұрмын. Мына жақта бізде қан тамырлар тұр. Мына бір жақта шексіз бөлініп жатқан біздің обыр жасушаларымыз бөлініп метастаз беріп жатыр. Олар шексіз бөлініп жатыр, және де қан ағынына түскен кезде, қан ағынына түсіп, олар басқа жасушаларға барып, оларды тоже рак клеткаларына айналыңдар. Біздің қатарымызға қосылыңдар
деп азаматтық соғысқа шығуына итермелейді. Былайша айтқан кезде ғалымдар әлі күнге дейін ракты зерттеп жатыр. Оның әлі күнге дейін дұрыс емі жоқ. Оны тек қана басып отыруға болады иммунитеттің арқасындашы. Бірақ та рак клеткалары өздерінің генетикалық информациясын сындырып тастағаннан кейін басқа клеткаларды дәл осы теріс жолға түсуіне шақырады екен. Қан ағынына түсіп кететін болсашы, и осыны бізде метастаз деп атайды. Хей, сәлем! Осы YouTube каналда сен көріп жатқан сабақ саған ұнап жатыр деген үміттемін. Өйткені осы тегін сабақ ProBio онлайн мектебінің қолдауымен түсірілген. ProBio дегеніміз 10 және 11 сыныптың оқушыларын ұбт-дан биологияға дайындап, оларды Қазақстанның ең топовый медициналық университеттеріне грантқа түсуге арналған онлайн курс. Пока-пока балапандар, келесі сабақта кездескенше. ProBio курсының бізде 3 артықшылығы бар. Біріншісі, қысқа видео сабақтар біздің ыңғайлы платформада орналасқан, және сендер осы жақта 2000-нан астам тестті шешіп, дайын конспекттерді жүктей аласыңдар. Екіншіден, мен оқушыларға аптасына 2 рет тікелей эфирде нұсқа талдау жүргіземін. Және үшіншіден, сендердің мотивациялары мен дисциплиналарыңды қадағалайтын 24/7 байланыста болатын біздің кураторларымыз бар. Бұның барлығы менің авторлық методикам арқылы құрылған, және 92% оқушыларымыз осының арқасында жыл сайын өздерін қалаған мамандығына грантқа түседі. В общем, біздің курста барлығы күшті, тезірек тіркел, біз сені күтеміз. Дәл осыған байланысты тіпті кино түсірілген. Бұл киноның аты «Бессмертная жизнь Генретты Лакс» деп аталады. Қараңыздар, бұл афроамерикандық әйел болған, и ол бізде рак шейки маткамен ауырады. Бірақ та енді бірінші рет сол ауру рак пайда болып жатқандықтан оның клеткаларын зертханаға зерттеуге алады. До такой степени соны зерттеген адамдарға қызық болғаны, оны жан-жақтағы әлемде орналасқан коллегаларына жібереді. Дәл осы рак клеткаларын. Енді зерттеп аурудың емін табу керек қой. Бірақ та лабораториялық жағдайда дәл осы рак клеткалары қоректік ортаға түскен кезде тіпті адамның денесінде болмаса да әрі қарай бөліне беріп, әрі қарай сол қоректік заттарды қолданып өсе береді екен. Тіпті Генретта Лакс деген кісі қайтыс болып кетсе де, оның рак клеткалары әлі күнге дейін әртүрлі лабораторияларда бар. Сол себептен ғалымдарға әлі рак ауруы, яғни обыр ауруы зерттеуді қажет ететін маңызды аурулардың бірі. Енді біздің сабағымыздың өте көп бөлігі осы обыр тудыратын вирустарға арналады. Өйткені сомалық мутацияларды біз плюс-минус генетикадан, цитологиядан, молекулалық биология тарауларынан түсінеміз, я? Типа біздің генетикамызда белгілі бір ақау пайда болды, значит, әрі қарай дұрыс емес нәрөздер синтезделеді, дұрыс емес фенотип шығады, сол себептен мутация пайда болады деген тәрізді. Яғни қарапайым денеге ұқсамайтын клеткалар пайда болады. Ал вирустар қалай? Вирустар қалай біздің организмімізге әсер етеді? Және солардың кесірінен қалай рак пайда болады? Қазір сабақтың екінші жартысын соған арнайтын боламыз. Ең алдымен 1953 жылы Далебека кемірушілерді, яғни тышқандарды маймол вирусымен зақымдап, оларда қатерлі ісік пайда болатынын анықтаған. Яғни кемірушілер әртүрлі егеуқұйрықтар, тышқандар, зертханалық өте күшті қолайлы жануарлар болып табылады, и оларды осындай вирустармен зақымдаған кезде олардың денесінде әртүрлі өздерінің жасушаларына ұқсамайтын обыр жасушаларының пайда болғанын зерттеген. Қарап отырсаңыздар, 1953 жылы, әлі 100 жылда өткен жоқ. Генретта Лакстың киносы вообще 1970 жылдары түсірілген кино. Сол себептен рак әлі жас аурудың түрі болып табылады. Енді қараңыздар балапандар, қатерлі ісік я болмаса лейкоз ауруларының пайда болу себебі негізінен бізде вирустар болып табылады. Дәл осы кезде біз биологияның ең бастапқы сабақтарына ораламыз. Когда біз сіздермен өсімдіктерді, жануарларда, бактерияларды, вирустар зерттеген кезде, вирустарда жасуша жоқ. Олар өзінің иесінде өмір сүретін паразиттер. Және вирустар біздің жасушамызға енген кезде, олар немен байланысқа түсетін еді? Олар біздің ДНК-мызбен байланысқа түсетін. Біздің ДНК-мызды өзгертудің кесірінен дәл осылай қатерлі ісіктер, әртүрлі лейкоздар пайда болған. Және дәл осыны 1953 жылы Далебека кемірушілерді маймыл вирусымен зақымдаған кезде дәлелдеген. Қазіргі кезде енді Инстаграмның төрінде, бәлкім ТикТоктың төрінде Эпштейн файлдары деген бізде сондай хайп жүр, я? Бірақ та биологтар ретінде біз ол хайпқа назар аудармаймыз, өйткені біздің өзіміздің Эпштейн деген вирусымыз бар. Мысалға, Эпштейн бар вирусы адамдарда биквит лимфомасын тудырады, яғни бағанағы лейкоз аурулардың бір түрін тудырады, және мұрын қуысы мен көмейдің обырын туғызады. Дәл осы вируспен адам зақымдалатын болса. Қараңыздар балапандар, мынау бізде міне көмейдің обырлары өте шексіз көп бөлінетін, ретсіз бөлінетін, дәл осы жақта болмауы керек жасушалар бөлініп, адамды ауруға шақырып, басқа жасушаларға метастаз беріп, өздеріне қажет емес қоректік заттарды қолданып қояды. Тағы да бір тарихқа көз жүгіртіп өтейік. Уже 1970 жылы Тимен және Балтимор РНК негізінде ДНК-ны синтез
жеткізе алатын фермент кері транскриптазаны ашқан. Осындай әріңқысы бар вирустар бізде ретровирустар деп аталады. Вирустарды әрі қарай зерттеп бастаған ғалымдар және де соның бір бөлігі именно раққа алып келетінін тағы да бір рет айқындаған. 1970 жылы осыны темен және де Балтимор жасады. Олар кері транскриптаза деген фермент ашты дейді. Енді қараңыздар, бұл неге байланысты? Бұл біздің вирустарымызға байланысты. Вирустар екіге бөлінеді: ДНК-лы вирустар, қарапайым вирустар және де РНК-лы вирустар. РНК-лы вирустарды бізде ретровирустар деп атайды. Енді былай қарап тұрсақ, вирустар обычно өзінің ДНК-сын біздің ДНК-мызға қосып, қажет емес затты синтездеуге алып келетін. Но оказывается, РНК-лы вирустарда, ретровирустарда осы кері транскриптаза деген фермент біздің ДНК-мызға қонып, өзіне қажетті вообще басқа ферменттермен нәрөздерді синтездей алады екен. Вирустардың ДНК-сында өзінің тіршілігіне қажетті гендерден бөлек жасушаны обырға айналдыратын гендер де кездеседі. Оларды онкогендер VONS деп атайды. Жалпы саны 20-ға жуық. Жалпы бүкіл вирустардың ішінде 20-ға жуық осындай VONS деп аталатын онкогендер болады екен. Егер де олар біздің ДНК-мызға қонатын болса, міндетті түрде жасушаның өзгерісіне алып келеді. Эукариоттарда вирус онкогендеріне ұқсас гендерде кездеседі. Олар жасушаны обырға айналдыра алмайды. Ол гендерде протоонкогендер CONS деп атайды. Яғни қараңыздар балапандар, протоонкогендер CONS дегеніміз эукариоттарда бар гендер. Ал VONS дегеніміз ол вирустарда бар гендер. Просто не себептен екеуі бір-біріне ұқсас десеңіздер, CONS деген ген клетканы белгілі бір деңгейге дейін бөлінуге алып келеді. Яғни біз 25 жасқа дейін өсуіміз мүмкін, я болмаса біздің теріміз бен шашымыз, тырнағымыз өмірдің соңына дейін өсуі мүмкін. Яғни олар жасушаны бөлінуге итермелейтін гендер. Ал вот егер де вирустардағы VONS біздің жасушамызға түсетін болса, біздің жасушамыз вообще шексіз бөліне беретін болады. Дәл осы терминнің түсінігі мына бір суреттен қарасаңыздар болады. Міне, протоонкогендер біздің жасушамызда бар, және де бір жасушадан екі жасуша пайда болады. Ал егер де онкогендер түсетін болса, біздің жасушаларымыз шексіз бөліне бастайды. Вирустардың тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Мектеп программасында тағы да өтетін вирустардың түрі ол бізде BC гепатиттік вирустары. Жалпы гепатиттің 3 түрлі түрі бар: А гепатит, Б гепатит және де С гепатит. А гепатит көбінесе боткен, сары ауру деген сияқты біз білеміз. Вот Б және С вирустық гепатиті бұл өте қауіпті аурулар, өйткені олар бізде бауыр обырының пайда болуына себеп болады. Бауыр обыры, бауыр циррозы деп те айтады. Яғни именно осы BC вирустық гепатит біздің бауырға түскен кезде бауырдың жасушалары дұрыс регенерациялана алмайды. Яғни олардың программасы өзгеріп кетті ғой вирус түскендіктен. Және де оларда көп нелер пайда болады. Дәнекер ұлпасы, шрам тәрізді заттар пайда болып кетеді бауырдың өзінде. Ол функциясын дұрыс атқарамайтын болады. Бірақ та барлығымызға кішкентай кезімізде осы BC вирустық гепатитке қарсы прививка салынған, я Қазақстан бойынша. Бірақ та соның өзінде адамның иммунитеті бұл вирусты баса алмайтын болса, ол женіп кететін болса, по-любому адамда осы бауырдың обыры пайда болуы мүмкін. Кейін бізде лимфа жасушаларындағы Т жасушалы вирус, я болмаса папиллома вирусы. Бұны бізде ВПЧ деп атайды, басқаша вирус папиллому человека деп атайды. На бір жақта бізде қазақша оны лимфа жасушаларындағы Т жасушалы вирус деп айтып тұр. Яғни сол клетканың программасы өзгеріп кететін болса, бұл қандай ауруларға алып келуі мүмкін? Жатыр мойнының обыры. 21 ғасырдағы әйел адамдардың ең бірінші орында тұрған рак шейки матки деп атайды. Бұл 4-ші стадияда ғана білінетін рактың түрі. Және де қынаптың обыры, тікшектің обыры, тері обыры, қуғасы безінің обыры, көмейдің обыры, еркек жыныс мүшелерінің обыры және папилломаларына алып келуі мүмкін. Бірақ та осы ВПЧ, яғни Т жасушалы вирустың, папиллома вирусының 20 онкогені бар. Соның ішінде 16 және 18 деген штамдары осы қатерлі обырларды алып келеді. Қалғандарын тоже контролировать етуге болады. Егер де сіздер өздеріңіздің терілеріңізден осындай қал сияқты емес, я не знаю, приш сияқты емес, осындай түзілістерді көретін болсаңыздар, бұл теріде шығатын папиллома вирусы. Бұны онкодерматологқа барып алдыртып тастауға болады. Балапандар, біз обырдың пайда болуына тек қана бір вирустарды ғана кінәлай алмаймыз. Бұған адамның өмір салты да әсер етеді. Қандай жаман әдеттері бар, қандай тамақтарды пайдаланады деген. Мысал ретінде, май қышқылдарынан канцерогендік заттар пайда болады. Май қышқылдары бізде көбінесе майлы тағамдардың құрамында болуы мүмкін. Мен қарапайым ет, сары майды айтып жатқан жоқпын, ал қазіргі таңда фастфудтың құрамындағы, чипсыдың құрамындағы, түсініксіз тамақтардың құрамындағы майлардан осындай канцерогендік заттар пайда болуы мүмкін. Және де көптеген консервіленген тағамдарда, кептірілген және ысталған балықтарда нитрит және нитрат тұздар болады. Мына бір балықтарды сіздер білетін шығарсыздар, иә? Көбінесе пойызда саяхаттаған болсаңыз, базарда жүрсеңіз, дәл осындай
балықтарды сатады. Бірақ та мен ондай балықтарды өзіңіз жасамаған болсаңыз, және де таныс дұрыс жасайтын жерден алмаған болсаңыз, кез келген жерден алуға кеңес бермейтін едім. Өйткені өзім білем, өте көптеген адамдар именно осы дұрыс емес ысталған консервіленген балықтардан ауырып қалған. Темекі, ішімдік, радиоактивтік иондық сәулелер, зиянды өндірістік қалдықтар, қоршаған орта жағдайы да обырдың пайда болуына алып келеді. Мысал ретінде, ауасы өте лас қалаға Қазақстанда Өскемен қаласы жатады. Өскемен қаласында, оказывается, рак легких, яғни өкпе обырымен ауыратын адамдар өте көп екен. Өйткені олардың ауасына өте көп ауыр металдар, енді завод-фабрикалардан көп бөлінеді. Бәлкім Алматыда да ондай нәрсе көп. Майлар, әсіресе семіз адамдарда артық мөлшерде эстроген гормондарын өндіре бастайды. Помните, бағана сабақтың басында гормондар да осы канцерогендердің құрамына жатқан болатын. Егер де адамдарда өте көп артық салмақ болатын болса, сол артық салмақта жиналған майлар өте көп эстроген гормонын бөле бастайды. Бұл эстроген гормондары тоже клеткалардың өзгерісіне алып келіп, ең сонда олар обыр жасушаларына айналып кетуі мүмкін. Артық мөлшерде шығарылған өт қышқылы ішектегі пайдалы бактериялардың сандық сапалық өзгерістеріне, өттің жүруімен тұрып қалуына да әсер етеді. Және соның кесірінен де бізде рак пайда болуы мүмкін. Көмірсутектер кулинариялық іс-әрекетке байланысты асқазандағы тұз қышқылымен қосылып, олардағы нитрозы қоспалар түзіледі. Яғни қазіргі кезде көмірсутектер дегеніміз углеводтар ғой, өте көп біз жейтін түсініксіз шоколадтардың құрамында, түсініксіз газировкалардың құрамында да бар. Одан бөлек арахис және бидай тәрізді дақылдар көгеріп өзгерсе, олардан афлатоксин сияқты канцерогендік заттар бөлінеді. Міне балапандар, мынау біздің арахис тәрізді дәнді дақылдардың көгеріп кетуі. Олар афлатоксин тәрізді заттар бөлінеді. Несептен біз бұның бәрін оқып жатырмыз? Өйткені егер де белгілі бір жерде өндіріспен айналысатын болса, мысалға арахистің, бидайдың деген тәрізді, тіпті ол кондитерлік өнімдер болатын болса да, олардың санитарлық жағдайына ешкім қарамайтын болса, бұл өте көптеген адамдардың ішіне афлатоксиннің түсіп кетуіне алып келуі мүмкін. Және де егер де сіздер мал шаруашылығымен болашақта айналысатын болсаңыздар да, көгерген заттарды жануарларға тоже беруге болмайды. Енді балапандар, рак, қатерлі ісік, онкология деп қорқытып жатырмыз. Ол кез келген жағдайда пайда болып кетуі мүмкін. Тіпті стресс жағдайынан да пайда болып кетуі мүмкін. Я болмаса біздің генімізде жасырын отқан бір онкоген бар шығар, өзінің уақытын күтіп отқан. Біз оны білмейміз. Ол көптеген жағдайларда пайда болуы мүмкін. Ол әлі зерттеліп жатқан ауру. Және де бүкіл қатерлі ісік ауруы қорқынышты деген сөз емес. Бізде қатерлі ісік деген болады, және де қатерсіз ісік деп екіге бөлінеді. Яғни бұны доброкачественный, злокачественный опухоль деп атайды. Енді қараңыздар, қатерсіз ісіктер нақты және де нақты емес болып екіге бөлінеді. Нақты обырлар немесе нақты қатерсіз ісіктер бізде балапандар қатерлі ісікке көшу қабілеті жоғары. Мысалға тоқ ішек полиптері. Тоқ ішек полиптері дегеніміз бағанағы папиллома вирусынан туындаған. Біз оны егер де адамның ішегін, тоқ ішегін зерттейтін болсақ, осындай көріністе көрсек болады. Енді бұл неден пайда болады дейсіздер ғой, егер де адамның іші көп қатып қала беретін болса, яғни запоры көп болатын болса, енді адам күшеніп дәретханаға шыққан кезде адамда трещина пайда болуы мүмкін, яғни жырақтар пайда болуы мүмкін, өте қатты дәретханаға шыға алмағаны. Сол жырақтарға механикалық енді не болды ғой, жарақат болды ғой, вирустар сол жаққа түсіп, сол жақтағы жергілікті жердегі папилломаны шығару мүмкін. Сол себептен егер де сіздерде осындай проблема болатын болса, тезірек проктолог деген врачқа барыңыздар, емделіңіздер, қаралыңыздар. Өйткені дәл осындай симптомдарға көп адамдар назар аудара бермейді. Келесі бізде нақты емес обырлар, яғни қатерсіз ісіктер. Қатерлі ісікке ауыспайды, мысалға липома және де миома дейді. Мынау бізде балапандар липома, яғни өте үлкен болып ісіп кеткен май безі. Мынау болса балапандар рак костей, яғни адамның сүйегінің обыры. Көрдіңдер ме, ол тіпті қалай үлкен болып өсіп кеткенін, адамның сүйегінің жасушалары өзіне тән қасиетке емес, мүлде басқа жасушалардың типіне айналып кеткен. Дәл осы сүйектің обыры сияқты қазір біз сіздермен тұқым қуалайтын қатерлі ісік ауруларына тоқталамыз. Біріншісі ол бізде ретинобластоманың бір түрі. Ретинобластома дегеніміз балалардың тор қабығының ісігі. Фанкони анемиясы, балаларда кәржіліктің жетілмеуі, пигменттік ксеродерма, нейрофибриматоз. Фанкони анемиясының белгілеріне тоқталайық. Қаңқа сүйектері, кәржілік, саусақ сүйектерінің құрылысы бұзылады, балалар дәл осындай болып жетіледі және де туылады. Дәл осының кесірінен адамда анемия дамиды, өйткені қызыл кемік жасушалары жетілмейді и эритрицитер аз түзілетін болады. Тағы бір біз тоқталатын ауру, ол бізде балапанда ретинобластома. Жаңағы айтқанымда, ретинобластома балалардың көзінің тор қабығының ісігі. Есімізге түсірейік, біздің көздің үш түрлі қабығы бар еді. Ақ қабық, тамырлы қабық және тор қабық. Тор қабықта бізде не
орналасатын еді? Біздің көзіміздің рецепторлары орналасатын еді, көру қабілетін жасайтын. Егер де дер кезінде емдемесе осы ауруды, ол ісік миға қарай берілуі мүмкін. Ретинобластоманың екі түрі белгілі. Тұқым қуалайтын түрі бар және тұқым қуаламайтын түрі бар. Тұқым қуалайтын түрі бізде аутосомды доминантты жолмен беріледі. Аутосомды доминантты дегеніміз не? Аутосомды дене хромосомалардың ішінде доминанттық белгімен көрінеді деген сөз. Және де дәл осы ретинобластома тор қабықта осындай кейіпте пайда болады. Егер де біз адамның көзіне микроскоппен қарайтын болсақ, біз осылай тор қабықта оны ісіп кеткенін көреміз. Даже микроскоппен қарамайтын болсақ, балалардың көзі осылай аппақ болып көрініп тұрады. Ретинобластоманың тұқым қуалайтын түрінің пайда болуының екі жолы бар. Біріншісі мутация арқылы. Мутация жыныс жасушаларында пайда болып, сомалық мутацияға алып келеді. Екінші жолы, сомалық мутацияға ұшыраған жасушалардың біреуі өсіп, ретинобластомаға айналады. Яғни біздің жасушаларымыз міндетті түрде өзінің генетикалық информациясына не бар, соны орындауға көшеді. Егер де генетикалық информацияның өзі мутацияға ұшыраған болса, кезінде, ол по-любому өмірге сондай мутацияға ұшыраған жасушаларды алып келеді деген сөз. Және дәл осы ретинобластоманың гені 13-ші хромосоманың ұзын иінінде орналасқан, яғни ұзын иығында орналасқан деген сөз. Сонымен балапандар, мен сендерге 10 және 11-ші сыныпта кездесетін рак клеткаларына байланысты толық ұбт-да келетін информацияны бердім. Егер де сіздерге өздеріңізге қатты қызық болса, пожалуйста, осы конспектті жазып алып, міндетті түрде суреттерінде салсаңыздар болады. Және де дәл осы видеоға лайк басып, биология таңдайтын досыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Комментарийға келесі жолы қандай сабақ түсірейін жаза кетіңдер. Всем пока!